Йемендегі Иран қолдайтын хуситтер Қызыл теңіз арқылы өтіп бара жатқан Сауд Арабиясының 2 мұнай танкеріне зымырандар мен дрондар арқылы соққы бергенін хабарлады. Осы уақытта ақш Иран аумағына 12-ші күн қатар соққы беруін тоқтатпай отыр. Хуситтер тобы Телеграм арнасында бұғаттау режимін бұзған Сауд Арабиясының 2 мұнай танкеріне жоғары дәлдікпен әскери операция жасалғанын жазды. Мәлімдемеде нысанға алынған кемелердің Энсилия және Лейла екені айтылған. Бұған дейін британдық теңіз қауіпсіздігін бақылау қызметі сәрсенбіде Қызыл теңіздің Сауд Арабиясы тұсындағы бөлігінде танкерге снаряд тигенін хабарлаған еді. Хуситтердің бұл соққылар туралы мәлімдемесі ақш-тың Ирандағы нысаналарды бомбалауы деп тұрған сәтке түс келді. ақш орталық қолбасшылығының мәліметінше, америкалық күштер сәрсенбі түнде Иранның бірқатар әскери нысандарына, соның ішінде теңіз инфрақұрылымына, зымыран мен дрон қоймаларына, жағалауды бақылау пункттеріне және әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелеріне соққы берген. Сарапшылар хуситтердің Қызыл теңізді толық бұғаттауы ақш пен Иран арасындағы соғыстың жаңа майданын ашама деп қауіптенеді. Бұл ақш қарулы күштерінен тікелей әскери араласуды талап етіп, олардың Ормұз бұғазындағы кемелерге көмектесу мүмкіндігін шектеуі ықтимал.